бір саны мен цифры. Заттарды санау бір санынан басталады. Бір күн, бір үй, бір марғау, бір доп, бір балапан, бір гүл, бір көбелек. Бір ғана зат бейнеленген суреттерді көрсетіп атаңдар. Бір қуыршақ, бір мәшине, бір алма. Цифр сандарды жазуға арналған белгі. Бір саны жазбада бір цифрымен белгіленеді. Суреттен бір цифрын тауып көрсетіңдер. Қане көрейік, сендер барлық бір цифрларын таптыңдар ма? Өте жақсы. Бір цифрын жазып үйренейік. Цифр бөлек тор көзде жазылады. Тор көздің ортасын табамыз. Оң жақтағы жоғарғы бұрышқа дейін түзу сызық сызамыз. Қолымызды көтермей, астыңғы сызықтың ортасына дейін түзу сызық сызамыз. Қане, тағы бірнеше рет жазып көрейік. Тор көздің ортасын табамыз. Оң жақтағы жоғарғы бұрышқа дейін түзу сызық сызамыз. Қолымызды көтермей, астыңғы сызықтың ортасына дейін түзу сызық сызамыз. Енді өздерің көріңдер. Цифрларды қайталап жазған кезде, цифрлардың арасынан бір тор көзден тастап жазамыз. Мынау сандық сәуле. Сандық сәуледе сандар ретімен тұрады. Әр санның өз орны болады. Санау бір санынан басталады. Бір санынан кейін қандай сандар келетінін білесіңдер ме? Олай болса, онға дейін ретімен тура санап көрейік. Тура санау дегеніміз кіші саннан бастап үлкен санға дейін ретімен санау. Ал бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы балалар. Енді кері санап көрейік. Кері санау дегеніміз үлкен саннан кіші санға дейін ретімен санау. Бірге санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша балалар. Бір санының алдында 0, ал бір санынан кейін 2 саны тұрады. Олар бір санының көршілері деп аталады. Егер бейнесабақ ұнаса,
лайк басып жазылуларыңызды сұраймын. Бұл арнаның дамуы үшін маңызды. Және келесі сабақтарды өткізіп алмау үшін қоңырауды басыңыз.